Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Кресло убийца атты киноны қысқаша мазмұндап беретін боламын. Кино жас қыздың залда би билеп жатқанымен басталады. Би аяқталған соң полиция қызметкері келіп, одан Фредрика атты танысының аяқ-қолы кеселі күйде табылғанын айтады. Қыз болса Фредрикамен уже 2 жылдан бері араласпайтынын айтып, ешқандай көмек бере алмайтындығын айтады. Кешкісін Франческоның үйіне тапсырыс берген креслосын алып келеді. Бастапқыда бұл креслоны шаласып басқа мекен-жайға әкелген болатын. Әкелген адресі да Джек атты шал болатын. Ол шал ескінің көзінен қалған көне заттарды сатумен айналысатын. Джек тапсырыспен әкелген креслоны ұстап қалған бойда аяқ-қолы дірілдеп, оның көз алдына ормандардың арасымен қашып бара жатқан әйел көрінеді. Болған жағдайды үйіне келіп досына айтып береді. Досы болса оған әкесінен қалған күштің өзіне қонғандығын айтады. Кешкісіне интернеттен жындар, духтар туралы ақпарат іздеп, олар туралы оқи бастайды. Жындар мен духтар адамдардың психологиясы мен денесіне бірден кірген бойда оларға зиян келтіретіні туралы ақпаратты оқиды. Таң ата Франческо әлдебір дыбыстарды естіп ұйқысынан оянады. Бөлмеден шыға бергенде от жағулы тұрған свечалардың бойымен жүре отырып, әлгі жаңадан әкелген креслоға келеді. Креслоның үстінде таңғы астың дайын екенін көріп, көршісі Тейджейге рахмет айтып құшақтап алады. Инспектор Доккри Фредриканың өлімін зерттеп отырып, түрлі суреттерді тауып алады. Суреттердің ішінен оның кукла кейпіндегі Франческоның суреті қатты назарына түседі. Сол бойда бөлімшеге Франческоны шақырып алып, екеуінің араларында қандай қарым-қатынас болғаны туралы сұрайды. Франческо онымен дос ретінде ғана араласатын, қыз бен жігіт сияқты қарым-қатынастың болмағандығын айтады. Өйткені Фредрика ер балдарды жақсы көретін гей болып шығады. Бұл уақытта үйде Тейджей духовкеге тамақ пісіріп жатқан болатын. Кенеттен әлгі кресло орнынан қозғалып, Тейджейдің артынан келіп аяғына үшкір темір тығып алады. Аяғы қызып тұрған пешке тақалып, орнынан қозғала алмай қалады. Тейджей сол уақытта Франческоға телефон соғып болған жағдайды айтып береді. Көп ұзамай үйге инспектор барлығы бірге келеді. Тейджей ваннада аяқ-қолы қансырап жатады. Үйдің іші күйген тамақтың түтін алып кетеді. Джек Франческоға креслоның ішінде духтар мен жындардың бар екенін айтады. Қыз болса күлкіге айналдырып, сол күйі сенбей қояды. Тейджей дәрілерін ішпекші болып, судың таусылып қалғанын көреді де анасына су әкелуін өтінеді. Анасы болса құлағында наушник тағып алып, өз кайфымен баласын естімей басқа бөлмеде отырған болатын. Аяқ астынан терезені біреу тоқылдатады. Бұл какой-то бір пружина болатын. Жігіт төсегіне жатпақшы болып жатқанда жерге жығылып қалады. Сол уақытта әлгі пружина артынан келіп оны өлтіріп тастайды. Джек пен Ашанти екеуі әрі қарай духтар мен жындар туралы ақпаратты іздеуді жалғастыра береді. Ашанти дуа жасау арқылы Джекті сол күндегі болған оқиғаға қайта оралтады. Ормандардың арасымен қашып келе жатқан қыздың біреуді улап өлтіргенін біледі. Қуып келе жатқан адамдарға ұсталмас үшін қыз өзінің тамағын пышақпен кесіп жібереді. Ашанти әлгі креслоның нағыз иесін табу керектігін айтады. Түннің бір уағында Франческо ұйқысынан атып тұрып, тықырлап жатқан дыбыстардың шыққанын естиді. Дыбыс шығып жатқан бөлмеге келіп, креслоның орнынан қозғалып жүргенін көріп, жылап сыртқа шығып кетеді. Құрбысы Макси телефон соғып өзінің үйіне алып кетеді. Таңертең полиция қызметкері телефон соғып бөлімшеге келіп кетуін өтінеді. Үйден шыға бергенде қызды ұнатып жүрген Ральф атты жігітті кездестіреді. Қыз араларында ештеңе жоқтығын айтып кетіп қалады. Жігіт болса рұқсатсыз сол уақытта қыздың үйіне кіріп кетеді. Бөлімшеге келген бойда Франческоға инспектор Тейджей мен Фредриканың өлімі бір-біріне ұқсастығын айтады. Үйге кірген Ральф Франческоның төсек орнына келіп, өзін Франческомен болып жатқандай сезініп, көрпешені жамылып алып секіре бастайды. Сол уақытта әлгі кресло артынан келіп Ральфты үйтекпен ұрып өлтіреді. Макси Франческоға үйіне бармауын өтініп, өз үйіне әкеліп тастап, өзі болса атасының үйіне кетіп қалады. Үйіне келгенде атасы немересіне креслоның ішінде жындар мен духтардың бар екенін айтып ескертеді. Қыз болса атасына шынымен де ол креслода күдіктеніп жүргенін айтады. Макси көп ұзамай креслоны көру үшін Франческоның үйіне келеді. Үйге кірген бойда ес-түссіз қан-қан болып жатқан Ральфты көреді. Оны әлгі кресло аяғынан түсіріп балконнан жерге тастай салады. Бұны көріп тұрған Макси үйден қашып шыға алмай әлгі жын қонған креслоға ұсталып қалады. Креслодан тығылып ваннаға кіріп кетеді. Ваннада сыртқа шығып кететін терезе болатын. Ол сол терезе арқылы қашып шығады. Инспектор көмекшісімен Франческоның үйіне келеді. Франческо Максидің әлгі үйге кетіп қалғанын айтып, барлығы бірге сол үйге қарай бет алады. Үйге кіргенде жерден Максидің кілттерін тауып алып, Максиге телефон соғады. Телефонның шырылдаған дауысы далада тұрған қоқыс корзинасынан шыға бастайды. Инспектор астыға түсіп қоқыс ящигінің қасына келгенде Ральфтың өлігін тауып алады. Бұны көріп тұрған Франческо қорыққаннан шок болып тұрған болатын. Сол уақытта артынан әлгі кресло келіп қыздың атын атап шақыра бастайды. Қыз қорыққаннан шыңғырып жіберіп, үйден атып шығып, машинасына отырып бірден кетіп қалады. Қыз өзіне қол жұмсамақ болып тұрғанда Джек оған телефон соғып сөйлесуге шақырады. Әңгіме сол баяғы креслоның ішіндегі жындар мен духтар туралы болатын. Франческо өлген адамдардың духтарын көретіндігін, креслоның Валера деген есімді қайталай беретіндігін айтып, не үшін екенін сұрайды. Шал оған қысқаша былай жауап береді. Франческоның арғы әжесі арқылы қонған духтардың өзінде бар екендігін айтады.
Ал әлгі креслоның ішінде басқа бір адамдың денесі арқылы кірген духтардың бар екенін айтып бас қатырады. Джек духтарды шығару үшін арнайы ящик жасайды. Аяқ асты шалдың жүрек ауруы ұстап қалып қиналып кетеді. Бірақ бар күшін жинап әлгі ящикті Франческоға табыстайды. Қыз болса ящикті алып кетіп қалады. Инспектор Оронтты ұстап алып тергеуге алып жатқан болатын. Оронт марқұм Фредериканың досы болатын. Фредерика досынан аяқ қолын кесіп тастауға өтінгенін айтады. Ол өтінішті орындағаны туралы мән-жайды толықтай түсіндіріп беріп, даже олардың алдын ала келісім шарттары болғандығын да айтады. Инспектор көмекшісімен Ральфтың үйіне келіп, компьютерден Франческоның үйіне жалғанған камераның записін тауып алады. Записте олар әлгі креслоның қозғалып бара жатқанын байқап, бірден Франческоның үйіне қарай жолға шығады. Бұл уақытта Франческо үйіне келіп, әлгі креслодан духтарды шығара алмай қиналып, өз-өзін пышақпен қорғап тұрған болатын. Сол уақытта инспектор келіп, креслоға бір-екі рет оқ атады. Креслоның арғы жағынан түрі жоқ қан-қан болып жатқан адам шығып, сол жерде ол қайтыс болады. Франческо шошып кетіп, дәрі ішпекші болып, ваннаға кіргенде дәрілерін шашып алады. Жинай бастағанда сол уақытта аяқ астынан шкафтың ішінен түрі қорқынышты әйел шығып, қызды ұстап алады да аяқ қолын дірілдетіп қинап тастайды. Біраз уақыттан соң Франческо дым болмағандай бөлмеден шығады. Бұл уақытта есін танып жатқан Макси есін жинап орнынан тұрады. Үсті-басы қан-қан күйде үйге кіріп келіп, не болып жатқанын сұрайды. Инспектор әргі креслоның ішінде Фредериканың денесі табылғанын айтады. Арада біраз күндер өткен соң Франческо инспекторды үйіне шай ішуге шақырады. Полиция бөлімшесіне эксперттер Фредериканың өлімі бойынша қоңырау шалады. Оның 2 күн бұрын емес, осыдан 2 апта бұрын өлгенін айтып хабарлайды. Бұл дегеніміз әлгі инспектор Фредериканың өлген денесіне оқ атқанын білдіреді. Макси духтар туралы ақпаратты іздеп жатып, духтардың адам денесінен жаны жоқ заттарға оңай ауысалатындығы, духтардың жаны жоқ заттардан адам денесіне тоже оңай ауысалатындығы туралы ақпаратты оқиды. Тергеуші қыз Франческоның үйіне келгенде креслодағы духтардың әлгі инспекторге кіріп жатқанын көреді. Сол мезетте қыздың артынан Франческо келіп пышақты қуады. Инспектор болса қыздың мойнын қайырып өлтіріп тастайды. Бұл уақытта болып жатқан жағдайды Макси терезе арқылы көріп тұрған болатын. Франческо мен инспектор екеуі үйден шығып кеткен бойда Макси үйге кіріп Грейттің денесін көріп полицияға қоңырау шалады. Сол кезде әлгі креслоның көздерінен әлдебіреу оны шақырып жатқанын байқайды. Қыз жақындай бергенде кресло оны өзімен бірге жанына алып кетеді. Осылайша кинода аяқталады. Кресло Максиді жұтып қояды. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеле отырыңыздар.